Çalады соңғы қоңырау, жүрек бүгін толқып тұра. Бүгін бізде ерекше күн, Мектебім саған мың алғысым. бүгін бәрі басқа, бүгін бәрі жаңа. Сыныптағы күлкі қалды естелік боп санада. Кеше ғана бала едік арман қуған далада. Енді үлкен өмір күтіп тұр алдымызда қалада. Тақтадағы жазулар, партадағы іздер, Қыздардың ақылы жүрегімде бізбен. достарымның күлкісі, қоңыраудың үні. Мектеп деген мекенім ұмытылмас күні. Қоштасамыз бүгін біз, көзде қуаныш, жүректе із. Алға басар жол ашық, Арманымыз самғасын биік, соңғы қоңырау сыңғырла, сыңғырла, бізде алға шақыра. шақыра. Мектебім менің жүректе мәңгі. Балалық шағым ең әдемі әнім. Соңғы қоңырау сыңғырла, сыңғырла. Арманға соңғы қоңырау, сыңғырлабының көңілде тұрау. Арманнан асып толқындай тасып тұрдың емін-ау. Аттанар сәтте түрің емін-ау, қимадым сені соңғы қоңырау. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Алғашқы достық, махаббат басталған бәрі осында. Тарыдай боп кіріп, таудай боп шықтың расында. Түрлі сезім сезініп, не өтпеді басыңа. Енді қимастық өртеп көзіңе келді жасыңда. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да, сол сәттерде сонша тәтті болмас. Соңғы қоңырау, соңғы вальс. Балалық шақ енді қайта оралмас. Алдағы өмір қанша қызық болса да. Сен сұмайын, көңіл күйіме осы өлеңім лайық толған айын. Қосың болғаныма сені отына шүке бір жағалауға мұны жағала. Ишара сәл Ишара қимай орман өз-өзіңе. Қимай орман тағы келем қазағымның әніменен. Қимай орман, қимай орман өз-өзіңе.
Қолдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. 10-шы сынып оқушылары, сынып жетекшісі Қоспанова Айгерім, бастаушылар сынып жетекшісі Өзбек Басайма, сыныпта 14 оқушы, Еркін, Бибол, Темірхан, Көркем, Орынбасар, Бекзат, Бекарыс, Перизат, Діндір, Балауса, Кембай, және Әсембай, қошеметпен қарсы алайық. Келесі алдарыңызда 11-ші Б сынып оқушылары Ахмаржан, Латиф, Заңғар, Сынжу, Ерасыл, Нұртілеу, Ақбота, Мейірхан, Аяулым және Думаттай ұлдарыңызды қарсы алыңыздар. Ербол, Бабо және Алина қыздарыңызды қарсы алыңыздар. Құрметті ұстаздар, түлектер, биылғы жылдың оқушылар, ұстаздарымызға мың алғыс айтамыз. Ақ жол сендерге түлектер. Қоғамдық іс-шараларды белсенділігі үшін үздік студент дейді. Атты республикалық байқауына қатысып, жоғары дәреже көрсеткен үшін Төребекова Ақбота Рысбек қызына беріледі. Марапаттап, қушабалақтап қойыңыздар, сынып жетекшісіне. Оқушыларда сабақ берген, алғашқы әліппесін ұстатқан Базаргүл апай. Қошеметпен қарсы аламыз. Осы жерде үш буынға тілегімді айтам деп. Оны көріп отырсыздар, төртінші буын қосылды. Бірінші айтатын әңгімеміз мынау түлектерді. Сендерді мінекей
мектеп табалдырығын аттап жаңа қадам басқалы отырсыңдар. Әрбір қадамдары құтты болсын. Сендердің әрбір қадамдарыңа сәттілік келсін. Үміттеніп отырған, мынау сендерден үміт күтіп отырған ұстаздардың, ата-аналардың елдің үмітін ақтай беріңдер. Тек қана сендердің жақсы аттарыңды естіп, осы елге, мектепке деген жақсы есімдеріңді ескеніміз біз үшін үлкен бағыт. Кішкентай мектепке өзін жетектеп келген қыздар, балдар бүгін мені құттықтап келіп отыр. Көптен көп рахмет. Сендер де өз 11-ші класс бақытты болыңдар, өз армандарыңа жете беріңдер. Рахмет менің балдарым, қыздарым. Жылда соң қоңырауда осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Басқа мерекенің жөні бөлек, соңғы қоңыраудың ерекшелігі бөлек. Соңғы қоңырауда осы жерде тарыдай болып, кіріп таудай болып шығып жатқан біздің жастарымыз осы мектептің соңғы қоңырауын соғып. Өзіңдей жаңа шәкірт болғаныңды Алтынған балапан енді ұядағы Құрамын жетендерді қиядағы Ұстазға берейін ұстазым менің қамқорым едің маған осы өмірге жүрегім арқам өзіңнің арқам биікке шықсам егерде Ұстазым менің қамқорым едің маған осы өмірге егерде Ұстазым менің қамқорым едің маған осы өмірге жүрегім арқам қамқорым едің Арман қуып аттандық, білім алдық, түрлі салада еңбек еттік. Енді алған марапаттары облыстық деңгейде, республикалық деңгейде, ауданаралық деңгейлерде, аудандық деңгейлерде көптеген грамоталар алып, осы медальдар ала жатса, Олимпиада медаліне ұласын. Ол кезде қазір 200 мың болса, ол кезде $300 000 болады ғой енді.
Маған бір ат мінгізеді мына кені. Өте қоя. Газбодақтың құрмет грамотасы, аудандық газбодақтың құрмет грамотасы Әмір Санатбек ағайларым марапатталады. Қыдырмай Әлімхан Әбдіхан ағайларым марапатталады. Жүсіп Гүлдана апайларым марапатталады. Алимова Салиха апайларым марапатталады. Оразбаева Нұргүл апайларым, Шотан Айгерім, Тастанбеков Әлби, Қоспанова Айгерім апайларым. Мектеп құрмет грамотасымен бірінші дәрежелі дипломмен, аудандық білім бөлімінің дипломымен Омарова Шұғыла деген 8 сынып оқушысы марапатталады. Математика бас болып өнер білсең тіпті жақсы атты номинация бойынша бірінші орын алған мәшһүр Жүсіп оқуларынан. Бар ма қызымыз? Ой, бәрекелді, құтты болсын. Осындай марапатпен 2-ші дәрежелі дипломмен Жүніс Айзере марапатталады, 9-ші сынып оқушысы. Басшысы болып қызмет атқарып жүрген Садықұлы Сүлеймен ағайларыңа қасиет қол шапалақтап қойды. Бүгінгі түлектермен қоштасу мектеппен сыйлаған куәсіндей балалық бал шақтардың. Балалық шақтан үлкен қадамға, жоғарыға үлкен өмірге қадам басқалы тұрған түлектер сөз кезегі сіздерде. Мақсат Дина қыздарыңыздың орындауында. Қателікте болды бізде кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып, келешектің алтын нұрын сепкенде, алдымыздан арайланды таң күліп. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сенде оқып, сенде көктедің, қоштасар сәттің алтын
дәл қазіргі сәтте 11 жыл бойы білім алған мектеп ұяларымызбен және 11 жыл бойы балалық шақты бірге өткізген достарыңыз, мен барлықтарыңызға сенемін, себебі сіздер өнерлі, дарынды, талантты, өте ақылды ол қызсыздар. Алдағы барлық сынақтардан сүрінбей өтетіндеріне сенемін. Ақ жол сіздерге. Осы 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныптың арасында қаншама қызықты күндеріміз өтті. Бірге ұрыстық, қуандық, бірге армандадық. Қаншама қызықты естен кетпес сәттерімізді өткіздік. Сендер мен үшін өзімнің туған қызымдай, туған ұлымдай болдыңдар. Әрдайым жолдарыңыз ашық болсын, болашақтарыңыз жарқын болсын. Сіздерге ақ жол тілеймін. Бақытты болыңыздар. Ал түлектер, сендерге өмірде бар жақсылық тілеймін. Қандай сынақ келсе де сынбаңдар, тек алға. Құдай қаласа келе жатқан ОУД-дан жоғары бал жинап, Қазақстанға белгілі азамат, азаматша бола біліңдер. Бар жақсылық тілеймін. Мектепті ұмытпаңдар, әрбір мұғалімнің берген тәрбиесін ұмытпаңдар. Олар сендер үшін бар білгенін үйретті. Тек алға. Рахмет, сынып жетекшілер. Санат ағай, сіздің бірінші сыныбыңыз ба? Бітіріп жатқан құтты болсын. Әлі талай шәкірттеріңізді қанат қақтырып ұшыра беріңіз. Сездіруге батпа
сонша тәтті болмас. Соңғы сәттердің сонша тәтті болмас. Алғашқы достарымыз болса да, алғашқы ұстазым бәрі есімде қалады. Әріптестеріңізге сіздің зейнетке шыққаныңыз жұғысты болсын. Тек қана биіктен көрініңдер. Қазақстанның жақсы азаматы, азаматшасы болып, әр уақытта осы Нұралы Нысанбайұлы атындағы мектебіне тек қана жақсы деген қуанышты хабарларыңды естіп, сендермен қуанып, сендермен марқая берейін. Ал менің сүйікті түлектерім және шәкірттерім, сендер осы Алтын Ұя мектебімізді тақтай болып кіріп, таудай болып шығып тұрсыңдар. Әрине, ешқашан қанаттарың талмасын, дендерің сау болсын. Мына алдағы уақыттағы өткел тұрған ұбт-лардан, өз деңгейіндегі жоғары балдардан алып, өз армандарыңның орындалуына тілектес болын. Менің бірінші сыныбым еді. Барлықтарыңызға ақ жол тілеймін. Өмір жолдарыңызда тек қана жасыл түсті шамның жанғанын қалаймын. Әр жақта жүрсеңіздер де, осы мектебіміздің атын елге танытатындай үлкен азамат пен азаматша болыңыздар. Жолдарыңызға ақ жол тілеймін. Құрметті сыныптастар, міне, көптен күткен ерекше күн келіп жетті. Бүгін біз мектеп деген алтын ұямызбен қоштасып, үлкен өмірге қадам басқалы тұрмыз. Осы уақытқа дейін сендермен бірге күліп, ойнап, бір сыныпта оқып, бүкіл естеліктер мәңгі жадымызда сақталады. Осы сәтте, осы уақытқа шейін бізге білім нәрімен сусындап, бізге білім беріп, бағыт бағдар ұсынған ұстаздарымызға мың алғыс айтамыз. Сіздерге мыңнан мың рахмет. Енді әр қайсымыз әр жолға, әр мамандыққа түсеміз. Біреуің дәрігер, біреуің ұстаз. Мәңгі жүрегімізде сақталады. Құрметті ұстаздар, ата-аналар және достар, бүгін міне біз үшін өте ерекше күн. 11 жыл бойы білім берген, тәрбие берген Алтын Ұя мектебіме шын жүректен басымды иіп алғыс айтамын. Осы мектеп маған тек білім ғана емес, өміріне бағыт, тәрбие, сенім берді. Мектеп намысын қорғап, талай жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алған сәттерім мен үшін үлкен мақтаныш. Ол жетістіктердің бәрі ұстаздардың еңбегі мен қолдауының арқасы деп білемін. Қымбатты мектебім, сіздің берген тәрбиеңіз бен біліміңіздің арқасында өмір бойы бұл сіздердің білімдеріңізді ұмытпаймын. Биылғы түлектерге ақ жол, ал келесі жылғы түлектерге сәттілік пен биік белестер тілеймін. Мектебіміздің абыройын әрдайым асқақтата беріңіздер. Осы ең тәтті, ең естелікке толы күніміз өте керемет өтеді деген сенімдемін. Осы біз табалдырықты аттап басталғалы ой өрісімізді, мінез құлқымызды, тәртіп және тәрбиемізді дамытқан, одан әрі өркендеткен ұстаздарға басымды иіп алғыс білдіремін. Осы бастауышта білім берген, алғаш әріп үйретіп, қолға қалам ұстатқан бастауыш сынып жетекшім сізге алғысым шексіз. Барлықтарыңызға көп рахмет. Құрметті ұстаздар, Баршаңызға алғысым білдіремін сіздерге. Осындай мектептің түлегі болып ұшқалы жатқаныңызға ризамын шын жүректен. Мен өзіміздің сынып жетекшілеріміз Рахат апай, Әйгерім апай, Санат ағайға ыстық лебізін білдіремін. Бізді күннің суығы демей, ыстығы демей, біз үшін ұрыс керіске шыдап беріп, біздің мектеп қабырғасында қызықты
қызықты күн өткізуімізге атсалысқаны үшін шын жүректен рахмет айтамын. Мен мектебіме, сыныптастарыма бір арнаған өлең шумағым бар еді, қабыл алсаңыздар. Өте шыққан мектептегі өмір-ау, аңқылдаған аңғал бала көңіл-ау, көзімізге қимас жасын үйірген, естен шығар соққан соңғы қоңырау. Сол бір кезде жүректе тұр қадалып, есейсек те білімнен нәр алып, гүл құшақтап сол мектепке бардық та мұң құшақтап үйімізге тарадық. Ұстаз қалды артымызда қол бұлғап, біздер үшін екінші ана ол қымбат. Бәрімізді жақсы көріп қорғайтын енді қайта келмейді ғой сол бір бақ. Қандай сайыс өткізсек те жеңетін, ұлдың бәрі шалбарына қыр салып, қыздың бәрі бантик тағып келетін. Ең бастысы жүруші едік жарасып, бірге туған бауырлайдай жарасып, үйге берген тапсырманы ұмытып толтырдық-ау анкетаны таласып. Шырқалады әркез достық әніміз, 10 жыл өтсін, 100 жыл өтсін арада, аман есен жолғайық бәріміз. Барша ұстаздарға алғысын білдіремін, түлектер сіздерге ақ жол тіледім. Бұл балалықтың соңғы сәттері мен ұмытылмас естеліктердің соңғы үзігі. Менің атымын сенің отыңа. So I'ma love you every night like this.
Айғақтайын көңіл күйіме осы өлінің лайық толған айын қосың болғаныма менің атыма сенің атыңа шекер шекер жағалауға мұны жағала ишара ишара шәк 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 шекер шекер жағалауға мұны жағала ишара ишара қимай тұрма өз-өзіңе сыймай тұрма ағы келем қазағымның әніменен ризамын тартыма жасарыма асықпын тілеймін аспаныңа жаратқан бергенше балдай дала бармақ ойнап берсін бастарыңа ұшасың келем махаббатпен уақыттың талғағын хатталатын шығарып салыңдар мектебімнен шағаламен қимай тұрма қимай тұрма өз-өзіңе сыймай тұрма ағы келем ағы келем азабыңның әніменен қимай тұрма қимай тұрма өз-өзіңмен сыймай тұрма ағы келем ағы келем қазағымның әніменен кездескенше қайта айналып жүздескенше он бірінші түлектер соңғы рет естігелі тұр. Ал біздерге соңғы қоңырау үндері әрдайым соғыла берсін. Бітіруші түлектер сіздерге ақ жол, сәт сапар, тек биік белестерден көріне беріңіздер демекшіміз. Қол шапалақтап қошеметтеп қойыңыздар.